Ешқандай программалау тілін білмей-ақ қалай ойын істеуге болады. Осы видеода айтамын, соңына дейін қараңыз. Қысқасы әңгіме мынадай. Ойын жасау үшін немесе кез келген приложениені жасау үшін қандай да бір программалау тілін білу керек, немесе қысқасы программалау тілін білу керек. Және оны меңгеруге кейбір адамдардың терпенесі жетпеуі мүмкін. Қандай жол бар? Оңай. Осындай сервис бар. Guik App Ninja деп аталады. Бұл арқылы біз ойын жасай аламыз. Міне дәл осындай 4 сурет, бір сөз, сөзді тап, жаңағы бізде мысалға жұлдызды тап, тағы советский, найди советский авто деген сияқты ойындар бар, танымал. Соны мысалға осы сервис арқылы істеген. Сондай істеуге болады. Ол үшін біз не істейміз? Сілтеме осы видеоның астында, немесе Guik App Ninja деп жазатын болсаңыз, сілтеме шығады осы жерде. Бірінші, менде аккаунт бар, жоқ болса тіркелу керек. Логин дегенді басам. Мен бұл аккаунтқа тіркелгем, яғни бұл сервиске тіркелгем. Бұны мен басында өте несериозно қараған, бұл сервиске қатты онша емес шығар деп. Дегенмен басқа кейстерді көре тұра. Дегенмен мен мынадай бір суреттегі кім, суреттегі жануарды тап деген екі ойын десе де болады, приложение десе де болады. Приложениені жасадым. Google Play'ге тықтым. Қазір көріп тұрсыздар. Мына жерде соңғы 28 күннің ішінде 5859 пользователь, мынада 1000 пользователь бар. Және мынандай бұлар тек қана бір былай көрген приложениелер. Мынаны қателеспесем дұрыс жариялаған жоқпын. Көріп тұрсыздар, скачивание бар. Бұдан ақша істеуге болады. Ол туралы да айтатын боламыз. Бұл жерде басқа успешный кейстер бар. Бұны топ earners деген бар. Топ earners. Осы жерден көруге болады. Жаңағы суреттегі кім деген, мысалға міне ойын үстін басатын болсақ, сондай жағдайда менде міне осылай ашылады. Короче, мына жерде дизайны бар. Міне дизайны осындай көрінеді. Мына жерден түстерін өзгертуге болады. Міне әртүрлі. Осы жердің дизайны өзгертуге болады деген секілді. Бұл жерде приложение істеу тегін. Контент деген бар. Ішінде мысалға мынадай тұрады. Міне. Бұл суреттегі кім деген ойын. Мына суретте адам тұрады, астында жазуың керек. Мысалға мына Алихан Бөкейхан. Мына жерде текст тұрады. Міне бұл кісі кім деген. Мына жерге басқа текст жазсаңыз болады. Міне. Алаштың белсендісі деп қойдым. Кейін маған лен болды. Бәрін жазып шоу, ақын, әнші деп жазбай, соңғы жағына бұл кісі кім деп мен бәріне сөйтіп жазып шықтым. Көріп тұрсыздар, астына аты жөнін жазады. Сол кезде дұрыс дейді де келесіне өтеді. Бұл жерде не үшін адамдар жасайды? Себебі бұл жерден монетизация деген бар, содан ақша табады. Бірден айтайын, мен бұндай сервистерге басында өте қатты скептически қарағам, және мынау жетіліп жатыр. Менде Facebook Audience Network деген бар, осыған қосылған, немесе AdMob деген сервис бар. Екі танымал сервис, AdColony, AdFalcon бар. Яндекспен мен жұмыс жасап көргем, бірақ басқа өзімнің жасаған приложением арқылы. Мен өзім AdMob пен Facebook'ты ұсынам. Менде мысалы Facebook қосылған. Менде Facebook қосылған, және статистика міне осындай. Мына жерде енді пассивті түрде күніне 40 цент мына жерде түскен, 39, 42, 49 және аптасына 3 доллар. Яғни қазір есептейтін болсақ, мысалға 3 доллар көбейтілген 4, 12 көбейтілген 12, яғни бір жылға. Жылына 344 және 334. Қазіргі курсқа көбейтсе, әлде 337 қазір. Түседі осындай. Және бірден айтып кетейін, мынаған мен бұны баяғыда бір рет жариялағам. Және мен бұны тұрақты түрде жетілдірген жоқпын практически. Соңында бірдеңелер қосқан шығарым, жаңа 1-2 фотоларды соңғы жағына қарай. Бүйтіп. Мен оған ештеңе істеген жоқпын. Мынау жиналады, шотқа белгілі бір сомаға жеткен кезде Каспи Голдқа немесе басқасына алса болады. Мына сервисте мен алып көрдім. Бұл жұмыс жасайды. Upload деген басамда картинканы мысалға жүктеймін. Компьютерден жүктеймін, одан кейін мына жерге сұрақты жазам, бұл кісі кім деп, және жауабын жазам. Бұның жұмысы принципі сондай. Бұны қалай жасаймыз? Мына жерде мысалы дауыстары бар, иконка бар, настройка, одан кейін монетизация осы жерде. Өзгерістер енгізгеннен кейін мен мына Generate Game дегенді басам, дайын болады. Бірдеңені скачать етіп аламын да, Google Play'ге салам. Google Play'ге қалай салу керек? YouTube'те іздеп көрсеңіз болады. Қалай как публиковать приложение в Google Play деп жазса шығады. Қосымша бұл жерде тағы мынадай бар. In-app purchase деген, дұрыс оқыған болсам. Бұл жерде мысалға бұл ойында егер сен бұл кісінің кім екенін таба алмай жатсаң, мысалға мен осы істегенде арнайы
тиын алып жауабын көрсең болады. 3 тиынға мысалға 1-2 әріпті ашып көрсетеді. Ондай тиын жоқ болатын болса, оны ақшаға сатып алса болады. Мысалы 350 мына ценасы қателеспесем 350 теңгеге мысалға 10-100 тиын деген сияқты. Google Play'де бір рет мен статистикасын случайно көріп қалдым, бір рет шыны керек ешкім біреу алады деп ойламаған, біреу алған шынымен. Қателеспесем 750 теңгеге бір тиын алып көрген. Пользователь ол кезде аз болғанның өзінде. Ал енді қалай жасау керек? Кірген кезде Create New Game деген бар, басамыз. Осы жерде шаблондар бар. Мен қолданғаным осы, суреттегі кім деген. Мына жерде Tiles деген бар, бұл жерде осындай тұрады. Суреттің белгілі бір бөліктері көрініп тұрады, бұл да сондай. Мына жерде сурет полный көрінеді. Мына жерде мысалы суреттің бір жері тұрады. Мысалға айталық, мына жерде бір Париждің фотосын қойса, астына мынау қай жер дейсіз. Бір Париждегі Эйфелдің мына жері бір шеті көрініп тұрады. Астына мысалға Эйфел деп жазса дұрыс. 4 сурет, бір сөз. Бұл деген сөз. Мысалға мына фотода мынау бар, бұл общий төртеуіне ортақ не? Жеміс мысалға. Мынау сөзді тап. Бұл енді басқаша. Мына жерде мысалға видеосы бар. Мына жерде мынандай. Мына жерде мысалға сөз бар. Age, any деген, мысалға leak деген. Немесе мына жерде жоқ деген сөз болуы мүмкін. Сол кезде қолмен бүйтіп жылжытады. Сол кезде дұрыс деп шығарады. Мына жерде қазақша шаблон бар. Осыны көрейік. Use this template. Одан кейін тілін таңдаймыз бұл жерде. Мысалға қандай тілде? Әрине ағылшынша білсеңіз, ағылшынша жасасаңыз болады. Себебі рекламадан ағылшынша аудитория болатын болса, көбірек төлейді. Мен әрине бұл сервиспен профессионал түрде айналыспаймын. Мен өзім мысалға программистпін, өзім мысалға приложениелерім істеймін. Қазақшаны таңдадым, окей. Оны кейін өзгертсеңіз болады. Ойынның атын settings деген жерге барып жазамыз. Мысалға айталық брендті тап. Брендті тап деп қойдым. Бұл жерге мысалға не істесе болады? Бүкіл полияны толтыр деп тұр, жарайды. Енді брендті тап. Мына жерге мысалға Coca-Cola'ны қоямын. Астында бұл қай бренд? Астына мысалға кола деп жазып жіберейін. Немесе қалай жазсаңыз да өзіңіз білесіз. Суретін жүктейміз. Енді менде Coca-Cola'ның суреті жоқ, оны ал уақыт құртпай қоя. Қысқасы, любой сурет мына жерге жүктеледі. Мына сурет пользовательде телефонмен алған кезде тұрады. Сурет тұрады астында. Бұл қай бренд? Астында әріптер тұрады. Басады мысалға. К, мысалға О, Л, А деген сияқты. Бүйтіп басады міне. Немесе жауабын көре алады. Мына жерде мен тиын тұрады. Бірінші, екінші, үшінші левел деп. Бұнымен істелген ойындар Google Play'де мынадан көрсеңіз болады. Тек қана бұл Androidқа. Одан кейін қысқасы мына жерде контент қосу жағы түсінікті. Мына жерден қоса берсеңіз болады. Generate game болу үшін 50 бұрын жоқ еді, қазір шыққан 50 level қосасың. Мынау біреу, тағы біреуін қосасыз, тағы 49-ын қосу керек. Дыбыс деген бар. Мына жерде мысалға әртүрлі звуктар. Өзіңіздің дауысыңызды қоссаңыз болады. Мысалға айталық, жауап дұрыс деген кезде бір приложениеден дыбыс шығады. Сол дыбысты өзгертсеңіз болады. Мына жерде стандартты звуктар. Мысалға айталық, дұрыс тапқан кезде осы звук шығады. Міне әдемі звук өте. Басқасын жүктесеңіз болады. Мен бұны ешқашан қолданған емеспін, және смысл көріп тұрған жоқпын. Ал енді иконка бар. Бұл приложениенің иконкасы. Бұна жерде арнайы шаблон бар, соны көрсеңіз болады. Міне мынадай. Осындай болады, және Google Play'де міне осы жерде тұрады. Примерно осылай көрінеді деп тұр. Мына жерге бір картинка қоямыз. Мен өзім бір картинкаларды үстін басып таңдадым. Use this иконды басамыз. Сол кезде күте тұрамыз азырақ. Міне дайын. Осылай біздің приложениеміздің мына телефонда байқасаңыздар емес, бәрінде бар, мынадай иконкалар бар. Әр приложениеде Каспийдікі бар, басқасы бар. Мынау сол иконка. Google Play'ге салатын болсақ, бұл иконканы міне дәл осылай көрінеді. Бұл енді яркий болған дұрыс. Мысалға мына Travia өте яркий. Мынау да сондай әдемі істелген. Мынау да мысалға өте понятный true false деген.
әдемі басқа да варианттар бар. Бұл ұнамаса өзіңіздікін мына жерде мысалы жүктесеңіз болады. Міне мысалы осындай. Сол кезде мынадай болып көрініп тұрады. Әрине мына жерде шаблондар бар, соны көрсеңіз де болады. Бір ғана фото тұратыны бар, немесе осындай тұратыны бар, мынау тұратыны бар, мынандай бар деген секілді. Одан кейін баптаулары бар. Бұларды жеке қарасаңыз болады. Мен основной функциясын көрсеттім. Бұлар жақында тағы бір өте дерзкий функция қосты. Бұл Firebase деген. Бұл Firebase бұрын жоқ еді, қазір бұны қосты. Бұл не үшін керек? Бұл жерде біріншісі push ескерту жіберу үшін, мысалға Firebase-ге кіресіз де, сіздің 5000 пользователіңіз болатын болса, 5000 пользовательге Наурыз мерекесімен құттықтаймыз деген сияқты, немесе ойын ойнаңыз деген секілді. Сол кезде телефонның үстінде push ескерту түрінде келіп тұрады. Үстінде бір ескерту тұрады, мысалы WhatsApp-та новый сообщение келетін болса, соны push деп атайды. Мына жерде де сондай жіберуге болады Firebase арқылы. Бірақ енді бұны настроить ету үшін сізге кішкене бір түсініксіз болуы мүмкін, технический жағынан. Бұның видеосы бар, YouTube-тан қарасаңыз болады. Және екіншісі аналитика. Менің приложениемді қай елден кімдер қолданып жатыр. Менде мысалға кейбір приложениелерде сондай бар. Қай елден қолданып жатыр, қандай қысқасы, қанша адам удалить етті. Соған қатысты өте қызық сондай деректерді көруге болады. Соңғы 30 минуттың ішінде қанша адам кірді, күніне қанша адам кіреді деген сияқты идея бар. Монетизация әрине түсінікті. Мысалы, AdMob керек болса, AdMob бар, және Facebook'ке, ол үшін Facebook'тың өзіне жеке тіркелу керек. Мына жерде видеосы бар, міндетті түрде соны қараңыз. Бұндай сервистердің қандай минусы бар? Бұл жерде жеке опыттан айтатын болсақ, енді бұл сервиске қатысты емес, общий мынадай проблема туындауы мүмкін. Бұл приложениеде біз кодқа араласпаймыз. Кодта қандай да бір проблема шығатын болса, Google алады да бізді дұрыстап тұрып банға жібереді. Приложениені банға жіберу мүмкін. Ал енді приложениені банға жіберген жағдайда біздің аккаунтымыздың рейтингі түседі. Қайттан 10 приложениені жарияладың, 10-ның 9-ы банға кететін болса, случайным образом обновить етуді ұмытып кеттің мысалға сен. Сондай жағдайда сенің аккаунтыңды банға жіберу мүмкін. Ал Google-де аккаунт банға кетті деген сөз, аккаунт банға кеткен жоқ. Ол сені, мысалға мені Ертайды банға жіберді. Мен екінші рет одан аккаунт аша алмаймын. Вот проблема. Бірақ енді ондай көп бола қояды деп ойламаймын. Google соңғы кезде бұл проблеманы шешіп жатыр. Бұрын реально бұл проблема болған. Сілтеме осы видеоның астында тіркеліп жұмыс жасап көруге болады.